есімім Марғұлан болды, басқару қоғамдық қорының басшысы боламыз. Қош келдіңіздер. Бүгінгі жиналып жатқанымыз барлығыңыз белгілі барлықтарыңызға. Осы биыл өткен шағын уақыт болса да, өткен осы жобамыздың қорытындылау мақсатында және де осы сол жоба аясында қатысқан байқауларға қатысқан жеңімпаздардың осы марапаттау рәсіміне арнайы ресми шақырып отырмыз. Енді бүгін осы ресми бөлікте марапаттау болды және де жобамыз жайлы бір шамалы өзіміздің біраз көрген дүниемізді және кейс ретінде айтқымыз келеді. Бірінші осы шарамызды ашу үшін осы тілдерді дамыту басқармасының басшысы Салтанат ханым өзіңізге берейік. Өткен 2024 жыл елімізде үлкен жаңалықтар мен өзгерістер мен өтіп, бізде соған ортақ болған жайымыз бар. Әр өңірде жақсылықтар, өзгерістер болды деп айтамыз. Енді 2024 жылы осы Қарағанды тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының тарапынан бірқатар маңызды жобалар ұйымдастырылған болатын. Сол жобалардың ішіндегі 2022 жылдан бастап өткізіліп жүргізіліп келе жатқан, ұйымдастырылып келе жатқан осы тіл қазына әлеуметтік жобасы. Тіл қазына әлеуметтік жобасының аясында бірнеше гранттар бар. Ол үлгілі отбасы байқауы, ол бала тілі бал фестивалі, сонымен қатар қазақ тілді 24-ке жеті контентін дамыту гранттары қарастырылған. Енді жалпы бұл жобаның өзінің мақсатының өзі негізінен тілді дамыту, оның ішінде өзге этнос өкілдері арасында қазақ тілін үйренуге, оны ары қарай дамытуға, өзара оның қолданыс аясын кеңейтуге бағытталған. Сонымен қатар осы болмаса қазақ халқының енді әдет ғұрпы, тарихы, дәстүрінен мысалы сіздерде хабардар ету болып табылатын. Енді осы жобаға сіздердің тараптарыңыздан үлкен ынта танытып, осы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге атсалысқандарыңызға, сонымен қатар тілді үйренуге деген өздеріңіздің ынталарыңызды білдіргендеріңізге мен рахметімді айтқым келеді. Сонымен бірге үлгілі отбасы байқауы дегеніміз осы жобаның аясында бұл тоже өзге этнос өкілдері арасында да бұл ұйымдастырылады. Бұл негізінен ұлттық тәрбие, отбасы тәрбиесі, ата мен баланың, жаңағы шеше мен қыздың деген сияқты осындай біздің қазақ халқының ұлттық отбасылық тәрбиесіне бағытталған жан-жақты осындай тәрбие мәселесіне арналған байқау болатын. Бұл жылдан жылға бұл байқауда да қатысушылардың саны көбейіп, биылғы жылдың көлемінде 14-15 бізде отбасы қатысты облыс бойынша. Екінші енді бала тілі бал фестивалі. Былтырғы жылы бізде қазақшан қалай балақай мысалы өтіп болса, биылғы жыл бала тілі бал фестивалі біздің Қарағанды қаласындағы 14-15 балабақшалардың ішінен іріктеліп, 10 балабақшаның ішінде өтті, 10 балабақша арасында өтті. Онда қатысқан тоже өзге этнос өкілдерінің кішкентай балалары, ата-аналары болды, қызығушылық болды әрине. Енді біз алдымыздағы жыл мінекей осы жұмыстарға жалғастырамыз деп отырмыз. Енді қазақ тілді 24-ке жеті контенті бойынша айта кететін болсақ, біраз қаралымдар жинау. Бұл жерде жаңағы пікірлер, ұсыныстар, осы тілді үйренуге деген жалпы тұрғындардың соның барлық жан-жақты қаралып, әлеуметтік желілерде жарияланған болатын. Енді мен сіздерге осы жобаның ары қарай мінекей жақсы деңгейде жүруіне, оны ары қарай дамыта түсуге өздеріңіздің тараптарыңыздан ұсыныстарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, бүгін кездесуде айтады деп ойлаймын. Жалпы сізге рахметімді айтқым келеді. Сонымен қатар енді марапаттау мәселесі ме? Сонымен қатар енді ақыры бұл мінекей осы қорытындысы болғандықтан жобаның арнайы мінекей бізде басқару жобасының басшысы Марғұлан Азамат осы келіп отыр мырза. Сондықтан бұл сіздерге де рахметімізді айтамыз. Жан-жақты мінекей осы Қарағанды өңірі бойынша осы жобаның өзінің деңгейінде жүруіне атсалысқандарыңыз үшін сіздерге шығармашылық жаңа табыс тілейміз. Бүгін енді осы уақытты пайдаланып, бұл қатысушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бар ма басқа айтатыныңыз? Иә. Қосатыным жалпы бізде кез келген жоба мемлекеттік саясаттың жетілдіру бағытында жасалынады да. Біздің мақсатымыз жалпы осы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру, және соны көрсету.
қазір өздеріңіз білесіздер, адамзаттың барлығы, тек қана қазақстандықтар емес, барлығы әлеуметтік желіні белсенді қолданады, иә. Өміріміздің жарты бөлігі осы әлеуметтік желіде кетіп жатыр, былай айтқан кезде өтіп жатыр. Сондықтан біздің мақсатымыз осыған арналған болатын. Енді ең үлкен біздің ауыз толтырып айтатынымыз, басқа жобаларға қарағанда жалпы осы жоба барлық мынау салтанатқан азаматтық бастамалар қолдау орталығы деген біздің единый оператор бар астанада. Сол жобаларды біз қарап шықтық, ең көп қаралымы болған осы тіл қазына қарағанды жобасы екен. 2 миллион астам бізде қаралым болған екен. Енді пікірлердің оның ішіндегі жалпы Қазақстан азаматтарының астына біз сүйіспеншілікті тудыртатын пікірлерді көп көрдік. Бұл біздің меніңше негізгі ортақ біздің жеткен нәтижеміз деп қабылдаймыз. Енді қазір марапаттау кезінде әр азамат өзінің ойларында айтады. Бізде енді жобаның мақсатын айтып кеттік, онлайн контентті жандандыру болатындығын. Бұл жерде әттеген жерлерде болды. Мысалы бізде тіл оқыту конкурсы болды. Мүмкін оны өздеріңіз айтасыздар. Мына Ольга ханым да отыр, маман осының жеңімпаздар да отыр. Біз енді басында кітапқа көп ойлана толғана 2 кітап таңдадық. Бірінші Жұпар ханым өзі автор отыр, міне Шемен бауырсақ деген. Одан кейін қазақтың бәріне ортақ танымал кітап Гауһар тас болған. Дулат Исабековтың. Енді рас кейін кез айтып жатты, бұл енді күрделі кітап еді ғой деген сияқты айтып жатты. Енді біздің мақсатымыз классикалық кітап болғасын, және көп тәрбиелік мәні бар кітап деп сөйтіп таңдағанбыз. Болашақта мүмкін бұл жоба қайтадан жалғасып жатса, сондай шамалы деңгейге, ортақ деңгейге келетін кітап таңдау керек екен. Дегенмен атсалысып қатысқан азаматтар болды. Бұл жерде біз енді бұрынғы қолданыстағы, мысалы, комиссия құрып еткен жоқпыз. Әділ болсын деп, кітап оқыған азаматтардың арасында онлайн, қазір рандомный дейді, сондай жасап отыр. Барлық жобаларымыз солай жүргізілді. Одан кейінгі енді мәдени квест дейді, сондай өткіздік. Сол жерде бізде кейде мынау бүгін Айдар екеуміз әңгімелесіп келе жатырмыз. Жалпы Қазақстанда мүмкін ұлт мәселесінде емес, жалпы тілге бөліну мүмкін бөлігі дұрыс шығар дейміз да, тілді білетін, тілді білмейді деген сияқты. Өйткені шын айту керек, енді кейбір қазақтардан өте жақсы білетін басқа ұлттың азаматтар өте көп кездесті. Бұл да өте жақсы бастама, жақсы дүниелер былай айтқан кезде. Сонымен қатар біз мынау қызықты мынандай челлендж деген көп қой жастар арасында. Сосын өз махаббатыңды қазақша білдір деген жобада. Енді бірақ айтып кетейін, 80% бұл жерде әйел азаматтар көп қатысты. Соның арасында Ресейден келген басқа деген азаматшалар осы жобадан кейін кәдімгі өзінің контентін тек қана қазақша жүргізуді бастап кеткендер болды. Мына осындай көптеген ауыз толтырып айтатын кейстер болды. Өйткені біз жобаның басында, сосын қорытындысында комитетпен де сөйлестік, осыны ұсындық, өзіміздің кейбір облыстарда көп нетіп жатыр, жақсы идеялар деп. Өйткені басқа облыстарда бұндай қаралым мүлдем жоқ деп сенімді түрде айта аламыз. Сондықтан егер жалғасып жатса, біз де өз тарапымыздан бағыт-бағдар бере аламыз. Енді марапаттауға өтсек, осы жобаға осы өңірге ғана емес, қазір Қазақстанға танымал болып келе жатқан азаматшалар бар. Соның бірі өзім ерекше бір ықылас білдіріп, осы кісіге рахмет айтқым келеді. Бірінші кезекте ол Ольга ханым, сізге рахмет айтам. Бізде Қанат Тәсібеков деген үлкен еңбек сіңіріп жүрген қазақ тілінде бір азамат бар. Өздеріңіз білесіз, ситуативный казахскийдің авторы. Сол кісі өзі осы кісі туралы айтқан кезде очень көп немен айтты да, мақтап сізді. Енді Қанат Тәсібековтің өзінің ойынан кейін бұл шынайы мақтауға тұрарлық азамат. Енді өзіңізді біраз тілмен өткізіп жатсыз, мәміле клубын жүргізіп жатсыздар. Өткенде Владиславпен де біраз онлайн жасадық. Ол кісі де жақсы пікірін айтып жатыр. Сол себептен бірінші алғыс хатты Ольга ханымнан бастасақ. Тіл қазына қарағанды әлеуметтік жобасының іске асырылуына және қазақ халқының ұлттық құндылықтарын дәріптеуде қосқан үлесі үшін Ольга марапатталады дейді. Ольга ханым бізде өңірде ғана емес, жаңа айтып кетті, республика көлемінде танымал. Осы мемлекеттік тілдің әрі қарай дамуына үлкен үлес қосып жүрген азамат. Біз рахметімізді айтамыз. Енді қазақ тілін жалғасып осы кісі. Өзіңіз жауап беріңіз. Рахмет. Жақсы.
өзіңіз. Қазақ тілін үйренуге жаңағы біздің балаларымыздың ынталары да бар. Мысалы, мен 2 оқушым отыр. Олармен сөйлескенде, олар айтады, осындай жобалар көп болсын, біз қазақ тілін одан да көп меңгереміз деп білуіміз, енді білеміз, білгіміз келеді деп. Сондықтан ол мотивация дейді ғой орысша. Ол үлкен мотивация біздің оқушыларымызға, балаларымызға, біздің жаңағы 1-4 сыныптарға осындай жобалар болса, мысалы, ертегілер әлемінде сияқты жобалар, олар да қатысуы мүмкін, оларға да қызық болады. Мен ойымша алдағы уақытта да осылай шаралар көп өту керек екені, онлайн бір нәрсесі бұл регионалды деңгейде қалмайды, ол әлеуметтік желіде тарайды деген сияқты. Соны біз қарадық, көп азаматтар көрді, болашақта мүмкін жалғасы болады деп ойлаймыз. Енді 3-ші орыннан бастайық. 3-ші орын бізде Кан Ксения. Енді Кан Ксения келе алмады. Апасы. Отдыхает в Египте. Девива Корнелия келе жатыр. Жалпы жобаны көрсеңіздер, бәрі әлеуметтік желіде, Instagram парақшасында бар. Өте бұлай тарихты сұрақтар өте оңай деп айта алмаймыз. Орта деңгейде сұрақтар. Соған риза болғанымыз, бір өзі байқап отырсаңыздар, бізде анау онлайн неде біз сұрақ қойған кезде 2-3 азамат бір-бірімен жарысып келе жатты кәдімгі. Бірақ айналып келген кезде жаңағы Қарағандының оқушысы 1-ші орын иеленген Кароленя Артем марапатталады. iPhone телефонымен марапатталады. iPhone 12. Енді кітап оқып iPhone ұтып ал деген, яғни бұл жерде гауһартас пен ши бауырсақты оқыды, бірақ аналитика бойынша көбісі гауһартасты оқыған екен азаматтардың. Яғни бұл жерде оқиды, Telegram бот арқылы бұлар тест тапсырып, сол жерден 25 сұрақтың біз енді төмендетіп, 10 сұрағына ғана жауап берген азаматтардың арасында біз рандомна конкурс жасадық. Енді әділетті болу үшін, өйткені ең басты бізге оқу керек болды, азаматтар оқыды. Енді соны марапаттайық. 3-ші орын Авхадиева Ленара, Қарағанды қаласы. Байқап өтіңіз. Кітап оқып, iPhone ұтып ал байқауында 3-ші орын иеленген үшін. Авхадиева Ленара. iPhone 12. Екінші орын Диар Бапан. Енді бұл жерде біз андай не жасап отырдық, енді шектемей, бірақ шектеуде не болды? Жалпы қазақ азаматтарда бар, бірақ орысша неге оққан азаматтарға біз мүмкіндік бердік. Екінші орын алған Диар Бапан. Қандай оқу орнында қалай? Қарағанды қаласынан болады. Қаласынан қайдасыз? Студент. Университетте. Қалуыңыз? iPhone 13. Так, бірінші орын алған Абрамович Анастасия. iPhone 15 телефонмен марапатталады. Марапаттасақ, үйге кірделі. Енді комментарияда андай жерлер болды енді. Айтқан, енді бұлар әділетсіз ғой, бұлар таза қазақтар ғой дейді. Мәдениет мектебінде айтылған әлеуметтік жобасы аясында қазақ тарихы мен мәдениетін білу бойынша мәдениет квест байқауында 2-ші орын иеленген.
Студент, да? iPhone 12. 11 iPhone. Қарқаралы өнерінен тапқанымыз Альбина ханым келіп отыр, студентка, биыл бірінші курсқа түсті. Альбина, бірінші мен қарадым, басында бастаған кезде TikTokта 30 мың аса подписчик болған екен, қазір 70 мыңға жуықтады. Ол Қарағанды өңірінде емес, қазақ тілінде республика деңгейінде ең көп подписчигі бар Қарағанды өңірінен блогер былай айтқан кезде. Сол себепті біз өз тарапымыздан Альбинаға да осы неге қатысып, үлес қосқан үшін өзіңіз ұсыныңыз. Альбина, енді орамал том болмас болады дегенде Альбинаға да осы кішкене жауап жіберейін. Қазақтың кез келген киімі Альбинаға жарасып кетеді. Жоба аясында ең алғаш мен видео түсіріп бастаған кезде ең бірінші орысша видеолар салып бастадым. Жай ғана әуендерді салып, одан кейін ол өтпегеннен кейін ол көп адамдар ортасында белсенді болмағаннан кейін өзімнің жаңағы видеоларымды қазақтың ұлттық дәстүрлерін, жаңағы мақал, мәтел, соларды салып өзімнің жаңағы желімді дамытып бастадым. Және де басқа ұлттың балаларына да қазір жаңағы сол қазақ тілін дамытып, дәстүрлерді одан жоғары білгендерін қалаймын. Осы тарапта мен ойымша ойлаймын, ынталандыру мақсатында көп осындай онлайн нелерді дамытуымыз керек. Өйткені сіздер арқылы көп жастар көп көреді, сіздерге сүйсіну арқылы осы тіл енді керек қой былай айтқан кезде. Қай тіл болсын, ешқандай жаман жоқ. Қай тілде орыс болсын, ағылшын болсын, тілді үйрену керек. Ал адамға мотивация керек. Мен ойымша, қазір сіздердің осы әрекеттеріңіз нағыз мотивацияны құралы деп айтуға болады. Енді сонымен қатар бізде Professional Людмила деген кісі ол келе алмай қалды, және де Дильман Виталий. Бізде онлайн андай конкурс жасадық, көшеде жүріп, тарих бойынша сұрақ қойдық. Сол кезде Дильман Виталий деген өте керемет жауап берді. Сөйтсем айналып келсе, бұл кісі мектепте жақсы оқыған екен, и тарихпен шұғылданады екен. Одан кейін Professional Людмила жаңа қазақ тілінде махаббатыңды білдір дегенде, бізде бұл жерде рандомны жасадық. Ол кісілер видео түсірді қазақша. Сөйтіп, соны рандомна осы кісі жеңіп шықты. Бірақ басқа да контентті қалыптастырып жүрген азаматшалар болды. Әттегенде жаңа рандом болды, сонымен өтпей қалды. Бірақ бір азаматшамыз бар, есімі кім еді қазір Ресейден көшіп, Кристина. Өте жақсы контентті қалыптастырып келе жатыр. Абайдың өлеңінде оқиды, басқа да оқиды. Ол кісілер енді келе алмады. Енді Professional бұл кісі Қарағандыда оркестрді ойнайтын, соған байланысты келе алмады. Бірақ ол кісі енді жеңімпаз ретінде Риксисқа жолдама алды. Бурабайға. И Дильман Виталий бұл кісі Түркістанға жолдамасын алды. Бұл кісі енді келмей қалды. Бірақ енді шектеусіз кез келген уақытта соны сынады. Енді біз өз тарапымыздан жалпы қор ретінде мемлекеттік кез келген саясаты ол тиімділігін арттыру мақсатында ашықтық принцип болу керек, және белсенділік болу керек. Мемлекеттік тіл саясатын әркім әртүрлі құрал ретінде пайдаланады, бірақ дегенмен бізде позитивизм жағына жалпы халықты нарық өмірінде өмір сүріп жатырмыз ғой, ынталандыру арқылы ғана дамытуымыз керек деп ойлаймыз. Басқа бізде бағытты жол жоқ. Сол себептен барлығымыз бір мемлекеттің азаматымыз. Тіл бұл ұлттың үлкен қазынасы. Сол үшін осы саясатта жүрген, осыны насихаттау мақсатында жүрген бүкіл осы азаматтарға алғысымызды айтамыз. Және де бүгінгі марапат ие болған азаматтарға да шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Біздің осы жобаларымыз соған бара-бара біз осы заманның ағымына сәйкес осы қазіргі талап деңгейіне шығуымыз керек. Қазіргі жастарымыз біз нені қажет етеді? Қазіргі жай ғана тіл ғана емес, күнделікті өмірде осы жаңағы пайдаланатын құралдарымызды пайдалана отырып,
біз осы жобаны әрі қарай дамытуымыз керек болады. Бүгін енді осы жобаға қатысып отырған барлық сала өкілдеріне, біздің студенттерімізге, жастарымызға, әр салада қызмет жасап отырған әріптестерімізге рахметімізді айтқымыз керек. Сонымен қатар азаматтық мынау бастамаларды қолдау жаңағы орталығы арқылы осы жобаны қолға алып жасаған сізге, Құлмеке, сіздің жаңа әріптестеріңізге рахметімізді айтқымыз келеді. Келешекте де осы әр өңірде қандай да жақсы бастамалар басталып жатса, сіздердің тараптарыңыздан да әрқашан осыған қолдау, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды біз береді деген үміттеміз. Сәттілік тілейміз барлықтарыңызға. Рахметімізді айтамыз. Биылғы жылға қолға алынатын жобаларымыздың да жақсы жетістікпен халықтың, жұртшылықтың, тұрғындардың осы тілді дамытуда, тілге үлес қосуда, жалғыз қазақ тілі емес, әр қаншама тілдеріміз бар мысалы. Бір адамға мысалы бірнеше тілді білу бүгінгі күннің талабы да, әркім өз ұстанымына қарай ол аздық етпейді. Сондықтан менің айтатыным, жалпы осы мемлекетте тұрып жатқаннан кейін тіл бұл біздің қай тіл болсын, бұл біздің байланыс құралы. Тіл біздің ынтымақтастықтың, достығымыздың құралы. Тіл күнделікті өмірде, біздің өмірімізде тіршілік жасауға, өзіміздің отбасымызда болсын, халық пен халықтың жаңа достығының арасындағы көпір болып табылады. Сондықтан тәуелсіз Қазақстанның негізгі тұғыры да, оның негізі де осы мызғымас, осы тілге байланысты. Сіздердің осы тілге қосып жатқан үлестеріңізге, тілдің қатынас құралы ретінде әрі қарай оның қолданыс аясын кеңейтуге атсалысып жатқандарыңызға мен тағы да рахметімді айтқым келеді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет көп, Мәкен. Амандық болсын. Жақсы жобаларда басқа кездесуге жассын. Бізде көбінесе мемлекет басқару негатив жағынан қараймыз да, жұмысты көрмей жатады. Бірақ барлығы, ол ұстаз болсын, мемлекет қызметі болсын, бәрі кабинетте қалып жатады. Бірақ көптеген эффект беріп жатыр, иә. Сол себептен мен Қарағанды өңірінде гендерлік тұрғыда Салтанат ханым жалғыз басшыл деп ойлаймын. Неге? Әйелдердің арасында енді аз, былай айтқан кезде. И тарихта бар, жалпы қазақ тарихында аудан әкімінде болған шақ азамат бар екен. Сонан үшеуінің біреу осы Қарағанды өңірінің, осы Салтанат ханым, тіл саясатында жүрген, жалпы өзі ең былай қалай айтатын енді, мүмкін дұрыс айтпайтын шығар, бір соңғы басқарма сияқты қарайды да, бірақ алып жүрген жүгі өте жауапты және ауыр. Сол себептен мынадай кітапты бүкіл жүрген жерінде сыйлаймын. Бұл әйгілі Ли Куан Ю деген туралы кітапта біздің ориентир. Болашақта осындай мемлекетке айналуымыз керек. Ол үшін үлкен күш керек, бірлік керек. Сол себептен Ли Куан сияқты азаматтар бізде көп болу керек, әттеген аз. Бірақ мен ойымша қазақтың тарихындағы мықты да, беделі да азаматшылардың бірі Салтанат ханым. Оны бәріміз біліп жүрміз керек. Сол себептен осы кітапты сізге сыйлағым келеді. Ресми. Рахмет көп. Үлкен құрмет, действительно. Үшінші әлемнен бірінші дейді. Рахмет сіздерге. Менің атым Ленара. Мен Гаухартас кітап туралы жобасында қатыстым. Жобаға үлкен рахмет айтқым келеді. Жоба өте қызықты болды. Сұрақтар кейін емес. Үлкен рахмет, өте қызықты. Маған өте ұнады. Қазақ халқы үшін біздің білімдер арттырамыз. Мен Карлений Артеммін, бір мектептен оқушымын. Мен Қарағанды қаласының тілдерін жеңімпазбын. Ол сайыс онлайн режимде өтті. Сол сайыста менің қазақ тілі пәнінен мұғалімнен естідім. Және Қарағанда сонда сұрақтар өте қиын болмаған, бірақ өте қызықты болды. Ол қазақ тілінен де және Қазақстан тарихы тағы да болды. Сол сұрақтардан мен бірінші орын алдым. Мен оны өте қуанышты болдым.